Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бүгін сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз топқа бөлініп алатын боламыз. Платформасы арқылы топқа бөлініп аламыз, жақсы ма? Бірінші топта Іңкәрім, Әлмат, Ұлдана, Фариза, Назирге, екінші топта Жайдара, Ақнұр, Айдостары. Орындарыңызға бара беріңіздер. Айзере, Гүлсезім, Диас, Мәриям. Бастамас бұрын мақсатқа бір қадам атты бағалау парағын таныстырамын. Әр оқушының алдында бір бағалау парағын қойдым. Жаңа үй жұмысы бойынша өткен тақырыптарды бекіту деп тұрмын. Сұрақтарға толық жауап берді. Сұраққа жауап берген болсаңыз 1 ұпайды қойып кетесіз. Жақсы ма? Ары қарай бірінші, екінші, үшінші тапсырма бойынша да дискретиялар берілген. Әркім өзінің жауабына қарай ұпайын белгілеп отырады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлы ғылым таппай мақтанбай. Оқу мақсатымыз көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту. Бірінші Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба, орын таппай мақтанба. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашып бол, 5 нәрсеге асып бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өздеріңді өткен не дүлділ. Сөз мәнісін білсеңіз, ақыл мизан өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлің таста, мейлің күл. Егер түзу көрінсе, ойла құлақ қыл. Ақымақ көп, ақылдас, деме көптің сөзі бұл. Жақынның сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Біреу білмес, сен білсең, білгеніңнің бәрі тол. Сөзіне қарай кісі мал, кісіге қарап сөз алма. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен қорғалма. Мұны жазған білген құл, ғұлам Махи Дауани, солай депті ол шыншыл. Сөзін оқы және ойла, тез үйреніп тез жойма. Жас уақытта көңіл күл. Балалар, өлеңді мұқият тыңдап болса, ойды сұрағын берейікші. Ақынның өлеңі кімге арналған деп тапсырды? Ғылымды қайдан табамыз?
арқылы оқырманды неге үндейді? Қандай ойды жеткізіп тұр? Соны мақсатына жазамыз. Екінші терезеге ақынның айтпақ ойы қандай? Абай жастарға қандай ақыл өсиет қалдырған? Қандай мінез құлықтан ада болуымыз керек? Үшінші терезе бес асылыс қандай? Соларды сізіп жазып шығасыңдар. Қысқаша түсінік беріп берсеңіздер болады. Төртінші терезе бұл өлеңнің бүгінгі қоғам үшін маңызы қандай? Өзің қандай үлгі алдың осы өлеңнен? Солай соңғы қорытынды ойды беретін боламыз. Бес асыл іске жақын болуды және бес дұшпаннан алыс болуды айтады. Осы жерде айтқан бес асыл істі әр адам бойына сіңіреді. Еңбек деген ой, қанағат рахмет. Осы бес асыл істі ойда сақтау керектігін айтты. Абай осы өлең арқылы бес асыл іске жақын болуды қорытынды қазіргі қоғамға Абайдың өлеңдегі жастарға үлгі өнеге берді. Жастар осы өлең арқылы бес асыл іс ол бізде талап еңбек терең ой қанағат рахмет. Біздегі бес дұшпанымыз өсе отырып мақтаншақ тіршілік берген осы жұмыс. Парағына топтық жұмысқа 4 балл қоямыз. 4 балл. Екінші тапсырманы Иә. Бірінші тапсырмаға топтық жұмысқа 4 балл қоямыз. Екінші тапсырма бізде жұптық жұмыс. Әр жұп өлеңді кітаптан бірнеше рет оқып, есте сақтап, кітапты жауып тастаймыз. Кітапты жапқаннан кейін алдарыңызға карточка береді. Карточкадан бос орыннан, яғни түсіп қалған сөзді бос орынға қоясыздар.
өрім таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге бес нәрседен қашып бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болған десеңіз, түрлі өмір алдыңда. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншектікке мал шашпақ, бет дұшпанды білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанат рахмалылық. Ары қарай екінші топтан екі оқушы шығамыз. Гүлсезім, Назерке. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Бес асыл із білсеңіз. Жамандық көрсең ғибрат ілі, суытып өмір тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибрат ілі, оны ойлар тыйсаңыз. Шыға қойыңыздар, келin. Болмай немене, балалықты тыйсаңыз, болмасаң да ұқсатпақ бір балықты көрсеңіз. Мұндай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, дүние де өзі, мал да өзі, болма көңіл көрсеңіз. Екінші тапсырма жұптық жұмыс бойынша бағалау парағына бағаларыңызға қойып алыңыз. Жаңағы толық тақтаға шығып жаттап айтқанда үш балда болып аласыз, иә? Қалғандары бос орынға қойсаңдар, бос орынға сөз қойып деген. Үшінші тапсырма. Сенің түйгенің әдісі бойынша Абай Құнанбайұлының ғылым таппай мақтанба өлеңін мұқият оқыды. Өлеңде айтылған ойды, яғни негізге ала отырып, мына астындағы бірінші бойындағы бес асыл істі сақтап жүру қиын ба? Бес дұшпанмен қалай күресесің деген сұрақтарға жауап береміз. Бұған 3 минут уақыт бере қойып. Тапсырмаға 3 минут уақыт беремін. Екі сұраққа жауап бересіңдер, сұрақтарға жауап бере, өз ойын 4-5 сөйлеммен жүйелі, түсінікті жеткізген. Қыссақ оларды әрдайым ұстануға болады. Оқушылар, уақыт бітті. Болғандар. Уақыт бітті. Тапсырманы аяқтаймыз. Үш топтан Арнұр сөзге келесің. Бес асыл істі сақтап жүру себебі кейде адамдар еріншек болып кетеді. Бірақ та тырыссаң, бес асыл ісін сақтауға болады. Бес асыл істі сақтау үшін көп ерінбеу керек, өлімге жаман сөз айтпау керек. Екінші сұрақ бойынша.
Kameramızı Karen, sabah kızımdı bozma. Esime kıyın, esime ұнады. Маған бүгінгі сабақ қызықты болды. Маған сабақ қатты ұнады, есіме ұнады. Балалар, бағалап қарайып, сен ақша ал. Кәрімге 10 балл, бүгін 10 балл. Ерайда 9 балл. Ұлданады. Ұлықбай, үшінші топ сіздерде. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Сабаққа жақсы қатысқандарыңызға көп рахмет.